Кеш жарық балақай. Бүгін мен саған ертегі оқып беремін. Ыңғайлы жатып, тыңдай ғой. Ертегінің аты «Патша мен сарғалдақ». Ертеде бір пәрменді патша өмір сүріпті. Ол тастай қатты, мейірімсіз, қаһарлы қатыгез, қара халыққа қайырымсыз болыпты. Әрі сараң, әрі өзімшіл қомағай патша қол астындағы жұртынан ұнамды, жақсы нәрсе көрсе, тартып алып бұқараға күн көрсетпепті. Уәзірлері де халықты қан қақсатыпты. Олар патшаның бұйрығын бұлжытпай орындаймыз деп, кімде-кім патша туралы жағымсыз сөз айтса, сол адамның басын шауып тастап отырыпты. Бір күні патша өз сарайында ойын-сауық тамашалап отырады. Сол кезде сарай алдындағы үлкен тасқа бір сарғалдақ келіп қонады. Шиқ-шиқ, кімнің басы ақылсыз? Патшаның. Кімнің жаны рақымсыз? Патшаның, деп сайрай жөнеледі де екінші тасқа қонып, тағы айтарым бар деп, патшаның басын алыңдар дейді. Ашуланған патша айдаһардай ақырып, дереу сарғалдақты ұстауға бұйрық береді. Уәзірлері құсты ұстап, жүнін жұлып, отқа қақтап пісіріп, патшаның алдына әкеліп қояды. Сонда сарғалдақ, тағы айтарым бар, патшаның басын алыңдар деп, бағанағы әнін айта бастайды. Патша сарғалдақтың парша-паршасын шығарып, жұлмалап жеп алады. Содан соң көңілі жайланып, уәзірлерін ертіп серуенге шығады. Кенет күтпеген жерден патшаның ішінен сарғалдақтың тағы айтарым бар, патшаның басын алыңдар деген үні естіледі. Патша шошып кетеді. Барлық емшілерін шақырып алып, мына ішімдегі бәлені құртыңдар деп әмір етеді. Олар патшаға дәрі береді. Сәлден соң сарғалдаққа жан кіріп, қанатын қомданып ұшуға ыңғайланады. Сарғалдақ тірі кетпеуге тиіс, қылыштарыңды қынынан суырып, мені қоршап тұрыңдар. Сарғалдақ қалай көрінсе, сол сәтте басын қағып тастаңдар. Тірі кетпесін, ол осы жолы басын алмасаңдар, бәріңді де дарға асамын дейді. Қорыққан уәзірлер қылыштарын әзірлеп тұра-тұра қалады. Кенет сарғалдақ пыр етіп ұша жөнеледі. Уәзірлер қылыштарын сермесіп қалады. Қылпылдаған қылыштар сарғалдаққа тимей, патшаның басын жұлып кетеді. Сарғалдақ қанатын керіп, бар пәрменімен шарықтай ұшады да, биік ағаштың бұтағына қонып, не айтамыз, басқа біз бассыз қалды патшамыз деп ән етеді. Халық патшаны жерлеп, өз ортасынан әділ де батыл ұлын патша қояды. Сөйтіп еңбекші ел мұратына жетеді. Осымен ертегім де бітеді балақай. Кәне жайлы жатып, жақсы ұйықта. Қайырлы түн.